Ассалаумағалейкум. Бүгінгі видео сотқа өткен арест болып саналады. Оны қалай ажыратамыз, қалай білуге болады ол сотқа өткен. Ол үшін осылай мінекей реестр должниковқа кіріп, іздеу батырмасын басқан кезде мына жағында мына атқарушылық құжатты шығарған орган деген жерде мінекей Медеу ауданы соты деген сияқты сіздерде де тұру керек болады. Немесе мына өзіңіздің аты жөніңізді басып, осы құжаттың ішіне толыққанды кіретін болсаңыз, ең жоғарғы жағында міне атқарушылық құжатты шығарған орган деген жерде Медеу ауданы соты деп тұрады. Яғни тура осылай тұрса сіздерге, яғни мысалы Алатау ауданы соты деген сияқты басқа өңірлер жазылып тұра береді, бірақ сот деген жазу болу керек. Сондай жағдайда ол сотқа өткен арест болып есептелінеді. Оны енді жалпы аресттер қалай қойылады? Ең бірінші нотариус арқылы қойылатын арест бар. Ол жерде жаңа Медеу ауданы соты деген жерде нотариус арқылы деп тұрады. Және біреуі ішкі арест болып саналады, ол банктың өзінен қойылатын ішкі арест, және осы үшіншісі бізде мінекей сот арқылы қойылған арест болып саналады. Енді бұл видеода мен сіздерге толыққанды қалай шешу керектігін көрсете алмаймын, өйткені ютубтағы кейбір ережелерге байланысты көптеген мәліметтерді толыққанды көрсете алмаймын. Оны көрсететін болсам, видеоларым блокқа кетіп қалып жатыр. Сондықтан осыған қатысты видеоны толық көргіңіз келсе, төмендегі сілтемеге басыңыз. Алдымен жалпылама шолып өтейін, қалай шешу керектігі жайында. Ең біріншіден осылай Медеу ауданы соты деген сияқты, яғни сотқа өткенін түсінген болсаңыз, онда мына жердегі жеке сот орындаушысы деп тұр ғой, сол жерде мысалы жеке сот орындаушысының аты жөні жазылып тұр, соған сіз атқарушылық жазбамен танысқым келеді деген сияқты, яғни атқарушылық жазбаны алуға өтініш жазасыз. Сол жерде жаңағы соттың аты жөні жазылып тұрады. Сосын оны судебный кабинет арқылы сіз өз өтінішіңізді жазатын боласыз сол сотқа. Сол арқылы соттың шешіміне байланысты сіз ары қарай іс-әрекет жасайтын боласыз. Жалпы осы видеоны толық анық қанығын қалай жасалатын, тура осындай аресті қалай шешуге болатынын білгіңіз келсе, төмендегі сілтемеге жазыңыз, мен сіздерге қалай шешуге болатын жайлы айтатын боламын.